sүйікті оқырмандарым, бүгін сіздермен бірге қызықты ойын жасап көретін боламыз. Ол ойынның аты отыстың күрдеуі. Оны бауырларыңызбен ойнасаңыздар тіптен қызық болады. Ол үшін бізге мынандай ручка, одан соң қайшым, одан кейін түрлі түсті қағаз және азап су керек болады. Ал дайын болсақ кет. Мен осында қатты қағаздан гүлдің макетін жасап алдым. Қазір осыны біз түрлі түсті қағаздың үстіне қойып сызатын боламыз. Ал сіздер бұндай макет жасағаныңыз келмесе, бірден гүлдің үстіне суретті салып қарқа берсеңіздер болады. Sızıp alın güllerimizde kırkatın boğamız. Міне гүлдерімізді қырқып алдық. Енді осылардың әр күртешесін бүйтіп майыстырып шығамыз. Бір ескертетін, қатты мыжбаңыздар, әйтпесе ол қазір ашылмай қалады. Өстіп күртешелерін кезікпен кезек өстіп шығасыздар. Келесі. Гүлдер өстіп жайлап ашыла береді. Енді осы не үшін осылай ашылатынын түсіндірейін. Осы қағазда арнайы талшықтары болады. Оны суға салған кезінде талшықтар арқылы қағаздар гүл сияқты жайлап ашыла бастайды. Бұны сіздер үйреніңізді жасап көріңіздер, және бұл күшті әсер береді. Сіздер де үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің видеом сіздерге ұнаған болса лайк басып кетіңіздер. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса комментарияға жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Ал сау болыңыздар. Келесі тәжірибеде кездескенше.